аруақ тірі адамды қолдайды ма? Иә, ол мынасы қарасаңыз, бұл жерде екі мәселені қатар қарау керек. Біріншіден, Алла тағала мынау рухтарды жалпы исламда екі түрлі категорияға бөледі. Бірінші, бұл дүниеде жақсы өмір сүрген рухтар, яғни аруақ, жаңағы сафила, таза рухтар, немесе хабиса, кірлі лас рухтар дейді. Алла тағала таза рухтарға, яғни біз айтқандай дін жолында жүрген азаматтардың, былай айтқан кезде тақуа адамдардың, ізгі адамдардың, әулиелердің рухтары, оларға Алла тағала мүмкіншілік береді, яғни қияметке дейін еркіндік, бостандық береді деген түсінікте бар. Ал енді ондай кездерде ол екінші бір мәселесі түс арқылы адамдарға әсер етеді. Өйткені түсте адам ұйықтаған кезде белгілі бір деңгейде рухани әлемге жақындайды, яғни жартылай өледі. Ал сол кездерде аруақтардың түске кіруі, нұсқау беруі, аян беруі, бірнеше жыл бұрын болатын жағдайлардан хабар беруі, тіпті керек болатын болса жаңағы соғыс жағдайларында да мысалы әулиелердің тарапынан қолдауларының болуы, бұл ислам тарихында бар айтылатын дүниелер. Тіпті керек болатын болса пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның кейбір соғыстарында да періштелер жасыл киген адамдардың келгендігі туралы риуаяттар келеді. Демек бұл жерде рухтар әлеміндегі, аруақтар әлеміндегі руханияттар адам баласына көмектесе алмайды деп айтуға болмайды. Егер Алланың қалауымен олар да көмекке келе алады, бере алады және аян бере алады, егер Алла оларға мүмкіндік беретін болса.